Muhammed Birjanlı ikinci, Sanjar Barlıbayev dördüncü. Uyum dәл қазір жастарды қолдауды тоқтатар емес. Ya қазір өнер көрсетеді. Демек, бұл өз кезегінде балалар футболын, жасөспірімдер футболын үлкен қолдау. Биылғы жылғы ереже қонақта және үйде жасөспірімдер арасындағы лига дәл қазір алаң иелері негізі қарсыластан бір бас жоғары мына бір сәтте. Бұл жерде Мұқағали Тамабектің қолына бір-ақ келді. Тамаша мүмкіндік болған еді. Я қазір алыстан қақпаға соққы бағыттап көр. Алыстан бағытталған соққы, бірақ бұл да қазір қауіпті болды деп айта алмаймыз. Темірлан Ермектің бұрыштамадан топ-тепкенін көрдік, алдына бір сәтте. Өте керемет. Қазір Элбек қақпаға соққы бағыттады, сәл ғана. Өте керемет. Стандарт соққы. Айвалаңа берілген пас және гол. Және еді, бірақ ол ойы жүзеге аспады. Алданып қалыппыз сәл ғана. Я, бір қарағанда қазір топпен оңтүстік ойыншылары алыстан бағытталған соққы. Бұл жолы гол. Бұл жолы гол. Біз күткен гол ойынның 50-ші минутында соғылды дәл қазір. Сол Темірлан Ермек оңтүстік академияның бұл маусымдағы алғашқы голын соқты. Ойынның 50-ші минуты, міне қазір Темірлан 3-1 ойыншының ортасынан допты тамаша өткізді. Оңтүстік академия жігіттері осылайша 50 минут бойы шабуылдаған шабуылдарының нәтижесі. Алаң иелерінің шабуылы өте керемет. Және гол. Және гол. Оралхан Құлмұрат бүгінгі ойындағы екінші голды соқты араға. Санаулы минут салып оңтүстік академия жігіттері есепті еселеді. Оралхан Құлмұрат қазір назарларыңызда. Бұл ойында екінші голды соқты. Тамаша алда өтті, мұна бір сәтте қараңыздаршы. Санжар Барлыбаев Оралханнан бұндай әрекетті күтпесе керек. Ал өз кезегінде жоқ, Темірлан бар екен, бірақ соққыны тұр ғой. Допты барынша айналдырғысы келді. Қазір Алихан және пас алмасы кезінде. Алаң иелері бірден айвалаңына көтермеді. Мұна бір сәтте қазір көріп отырмыз. Я, барлығынан да өтеді деп күтпесе керек, бірақ аяғын Оралхан Құлмұраттың орнына Арда Мұхтаров шыққан екен. Алихан Али қазір гол соғуға керемет мүмкіндік бар. Бір емес бірнеше соққы. Я, мұна бір сәтте Алихан Али қараңыздар. 2-1 мүмкіндік, одан кейін тағы бір 2 соққыға тосқауыл болды. Мұқағали жалғыз өзі. Қайда? Қорғаушылар қайда? Жартылай қорғаушылар қайда? Алихан Али алыстан соққы бағыттайтын түсінікті.
Доппен Хантангыр ойыншылары, және гол! Қандай тамаша гол бұл жерде! Капитан қазір Тимур Дешко жігіттерге үміт отын қайта жақты. Жарақат алғанына қарамастан тамаша доптан жетіп алды. Қақпаға соққы бағыттаған бұл жерде. Қазір алаң иелері допты көтеретін болады. Айбалаңына берілген пас, және гол! Бұл жолы! Біз Даниял Кейкеевтің допқа аяғын дұрыс тосқанын көріп отырмыз. Мына голда мынау Кейкеевтің отбасы болуы керек. Ал қараңыздаршы, Даниял Кейкеев допты жерге түсірместен, тоқтатпастан бірден қақпаға соққы жас. Дәл қазір соңғы минуттарда доппен оңтүстік жігіттері қақпаға Алихан Али. Допқа жетті, Айбалаңнан шығара білді, әлде шабуыл аяқталған жоқ. Айбалаңына берілген пас, мына бір сәтте гол болу керек қазір. Бұл жерде қараңыздар, қандай тамаша мүмкіндік. Бірінші соққы, мына бір сәтте екінші соққы сәл тұралап қалды. Бірінші алғашқы соққын жасаған Әлшер Гулиев болатын. Ал мына бір сәтте біз Сұлтангелді Неспайдың бірден қақпаға жылдам солғанды Артем Панца бұл допқа тосқауыл болды. Тамаша. Ал мына бір сәтте сен соқпасаң, саған соғат деген осы ғой. Қазір алаң иелері үшінші голын соқты. Мына бір сәтте 3-1 ойыншының ортасынан өткен Алихан Алиге екінші кезеңде шыққан қақпашы да тосқауыл бола алмады.